Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ветеринарлық іс-әрекетпен шұғылданушы кооперативтер, кәсіпорындар және серіктестер. Бүгінгі сабақта ветеринарлық кәсіпкерліктер, ветеринарлық қызмет көрсетуші препараттар және ветеринарлық бұйымдар өндіруші кіші кәсіпорындар және де ветеринарлық қызмет көрсетуші серіктестіктер және де бірлестіктер туралы айтатын боламыз. Кооператив деп ветеринарлық медицина дәрігерлері, фельдшері, басқа да мамандар мен жұмысшылардың өз еркімен құрған ұжымын айтады. Ол шаруашылық есеп, өзін-өзі қаржыландыру және басқару негізінде ветеринарлық қызмет көрсететін ұжым болып табылады. Ауыл шаруашылық бірлестіктердің бір түрі ретінде ол да өз жұмысына төлемақы алады. Сол үшін республикалық ветеринарлық орган бекіткен бағалар тарифін пайдаланады, кейде тұтынушымен келісім шарт бойынша белгіленген бағаларды пайдаланады. Кооперативтің заңды тұлға ретінде дербес балансы және де банкте есеп шоты болады. Ол жергілікті әкімшілікте жарғысын тіркеген соң ресми түрде құрылды деп саналады. Жарғы кооператив құруға ынталы ветеринария мамандарының жалпы жиналысында қабылданып, жергілікті үкімет органдарында бекітіледі. Кооператив мүшесінің пайлық үлесі де жалпы жиналыста белгіленеді. Кооператив жарғысы, жалпы ережелер, негізгі мақсат пен іс-әрекет, кооператив мүшелерінің құқықтары, кооперативті басқару, өндірістік және әлеуметтік іс-әрекет дейтін бөлімдерден тұрады. Кіші кәсіпорындарды мемлекеттік ветеринарлық мекемелер құрады. Кіші кәсіпорындарға толық көлемде ветеринарлық қызмет көрсету немесе кейбір ветеринарлық жұмыстарды орындау, ветеринарлық препараттар және де тағы да басқа өнімдер өндіру жүктеледі. Бұл типті кәсіпорындардың 200-300 адамға дейін жұмыскерлері болуы мүмкін. Осындай кәсіпорындардың бұрынғы үкімет тұсындағы үлгілері ретінде облыстық ветеринарлық санитарлық жасақ пен өндірістік ветеринарлық лабораторияны айтуға болады. Бұлар шаруашылық есеппен өзін-өзі қаржыландыру негізінде әрқайсысы өзіне тән бағытта жұмыс істеген еді. Кіші кәсіпорын өзін құрушы мекеменің бақылауымен дербес шаруашылығын жүргізеді. Бұлар өзара қарым-қатынасын келісімшарт бойынша жүргізеді. Кіші кәсіпорын заңды тұлға, оның дербес балансы, банкте есеп шоты, штампы, мөрі, ресми бланкісі бар, оның қызметі өз жарғысы және де Қазақстан Республикасының өз күшіндегі заңдары арқылы реттеледі. Кәсіпорын өз міндеттемелеріне, өзіне тиісті мүлкімен кепілдік етіп жауап береді. Ол мемлекеттің және өзін құрушы мекеменің міндеттемелеріне жауап бермейді, және керісінше мемлекет пен мекеме кіші кәсіпорынның міндеттемелері үшін жауапты емес. Осыған орай кәсіпорын келісім шарттағы міндеттемелерін, мемлекет қойған талаптарды және өз міндеттерін ескеріп, жұмыс бағыттауға, жоспарлауға, реттеуге ерікті. Серіктестіктер шаруашылықтағы ветеринария мамандары мен жұмысшыларының өз еркімен бас қосып ұйымдасуы негізінде құрылған жекеменшік кәсіпорын болып табылады. Оның басты мақсаты шаруашылықтағы малдарға меншіктегіне қарамастан ветеринарлық қызмет көрсету, мал шаруашылығы өнімдерін дайындау және сатылуға ветеринарлық бақылау жасау. Серіктестік мал шаруашылығының жұқпалы аурулардан сәттілігі үшін және жұқпайтын аурулардың кең таралып, малды өлім-жітімге ұшыратпау үшін жауапты болып табылады. Сонымен қатар, ол ветеринарлық қызмет объектілерінде қатаң ветеринарлық санитариялық тәртіп орнатуға және Қазақстан Республикасының ветеринария туралы заңының оған тіркес басқа да нормативті құжаттарының орындалуына жауапты болып табылады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.